Республикасы мектеп мектеп білім беру министрі Қожабаева Гүлстан Таласбаевна, министрдің бірінші орынбасары Айбек Дәулетбаев, министр орынбасары Қадырбай Исмаилов, hamda Қалаба Хабар құралының уәкілдері, сондай-ақ министрліктің бөлім бастықтары қатыспақта. Бүгінгі баспасөз конференциясын ашып беру үшін сол 2024 жыл davomida amalga asirgan reformalar ham alttagi vazifalar haqida qisqacha ma'lumot berish uchun ministr Gulstan opaga so'zni beramiz. Assalomu alaykum. Bugungi konferensiya qatnashuvchilari, Qalaba Xabar vakillari, bugun bizlarning o'tkazib o'tirgan konferensiyamizga xush kelibsizlar. Sizlerді көргенімізден juda қуаныштымыз. Себебі сіздер арқылы hozir біздің бастаушы қызымыз айтып кеткендей, білімдендіру тарауында болып отырған жаңалықтар, өзгерістер хақында сіздер арқылы халыққа жетіп барады. Сол себепті сіздермен ұшырасып тұрғаннан juda қуаныштымын. Міне 2024 жылды жұмақлап, 25 жылдың 3 айы келіп тұрмыз. Өткен жылға тоқтап өтетін болсам, білімдендіру тарауында өздеріңіз куәсі болған бір қанша жаңалықтар болды. Олардың бірі мінекей жаңбасаушымыз тоқтап кетті, бірқатар реформалар. Яғни бір жылдың ішінде біз 11 реформаны әмелге асырған екен жаңадан. Олардың бірі ең бір мақтаныш ететұғыны осы 2024 жылы давамында болған бір үлкен жаңалығымызға тоқтағым келеді. Бұл бүгінгі күнде мектептердегі білім сапасын асыруда алып барып отырған жұмыстарымыз. Міне осы орында айту орынды Қаралпастан тәжірибесі болып методик тур жойбарымыз біздердің өткен жылы әмелге асырылды. Бұның өздеріңіз куәсі болдыңыз. Сіздермен біргелікте біз саяхатқа барғанбыз. Амудария районында мектептердің мысалында біз көрсетіп бергенбіз. Бүтін Өзбекстан республика бойлап біздің кәсіптестеріміз келіп, осы біздің жойбарымызды әмелге асыруда өздері куәсі болған. Міне бұл үлкен бір мақтанышымыз, бұл методик тур жойбарымыз Қаралпастан тәжірибесі болып енгізілді. Бұндан тысқары біздің балаларымыз білімдендіру тарауында, яғни мектеп һәм бақшаларымызда бір қатар таңдаулардың жеңімпаздары болып, жоғары сыйлы 1-ші, 2-ші, 3-ші орындарды 4-ші басқыш, яғни Өзбекстан басқышында жеңімпаз болды. Ең бір мақтанарлы немізді айтсақ, Тикарғы пан олимпиадасы, яғни Тикарғы пан олимпиадасы har жылы өткеріледі, өздеріңіздің хабарыңыз бар. 2023 жылы Қаралпастан Республикасы 13-ші орында республикада тұрған болса, 2024 жылғы өткерілген Тикарғы пан олимпиадамызда 8 сыйлы орнымызбенен 3-ші орынға жылысты. Яғни бұл мақтаныш ететұғындай жетерлік дәрежедегі бір біздердің бір жетіскенлігіміз деп есептесек болады. Бұндан тысқары мінекей таңдаулар болып өтіп жатыр. Оқушыларымыздың кітапқа болған кітап құмарлығын асыру мақсатында өткерілген, бұндан тысқары ватан сүйушілікті қалыптастыру мақсатында өткеріліп жатқан таңдаулардың жеңімпаздары болды. Біздің ватанпарвар таңдауының жеңімпазы болды Өзбекстан басқышында 1-ші орын сыйлы. Милли гвардиямен біргелікте өтілетін жас гвардияшы таңдауында Төрткүл районы 3-ші сыйлы орын иеленді. Hamdi жас құтқарушы таңдауында Қаралпастан Республикасының командасына, яғни Нүкіс қаласының 31-ші санды мектеп 1-ші орынды иелеп, халықаралық бұл таңдауға қатынасып, бұл жерде сыйлы орын иеленген. Бұл енді біздің 24-ші жыл давамында бұндан басқа өткерген жақсы жаңалықтарымыз көп. Халықаралық біргестесуді, яғни халықаралық оқу бағдарламаларын алып кірдік біз. Қаралпастан Республикасының ұлыма білім беру мектептерінде өздеріңіз куәсі болдыңыз. Мінекей Нүкіс қаласында 46-ші санды мектепте Кембридж оқу бағдарламасы енгізілді. Бұдан хабарыңыз бар, бұны жариялап бардық. Міне бұндан басқа да біздің үлкен бір жаңалықтарымыз көп. Бұл тарауда еледе біз алға қойған мақсатларымыз көп. Міне осы жылды баслаған болсақ, жаңа айттым, 3-ші айда тұрған болсақ, осы жыл басланудан біз уже 2 тәжірибені, яғни Қаралпастан тәжірибесі болуға біз Өзбекстан білімдендіру министрлігінің бұйрығы шықты. Яғни мектеплердегі білімдендірудің білім сапасын асыру мақсатында біз ішкі рейтингті жолға қойып, бұл жерде көрсеткіште ең басты мақсатымыз қойған саламат бәсекені орнату мақсатында оқушылар арасында, мектеплер білімдендіру мекемелер арасында осы тәжірибені біз Қаралпастан тәжірибесі болып ағыла мектеп жойбарын әмелге асыруға біз бұйрықты алғанбыз.
жақында. Бұнан тысқары сыртқы мониторингді өткеру бойынша біз өткен жылы осы тәжірибені өзіміз істеп көргенбіз. Амудария районындағы барша ұлыма білім беру мектептерін қамтып алып, бұларда 9 классларда пәндерден тестлар алынып, онлайн сол жерде білімнің хақиқи көрсеткішін біз анықтап алдық. Һәм бұл көрсеткішті анықтап болғандағы мақсатымыз балаларда пайда болған босылықтарды толтыруда біз өзіміздің методикалық жәрдемімізді көрсету ілажыларын әмелге асырмақшымыз. Міне бұл тәжірибеде Қарақалпақстан тәжірибесі ретінде бұйрық шығарылып, Өзбекстан білім беру министрлігі тарапынан бұл да бізге бір үлкен мақтаныш болды. Һәм бұл жұмысты біз әмелге асыруды басладық. Қазір кеше өткен аптада 2 районда әмелге асырдық. Һәм бұл давам етеді. Жыл давамында бұндағы мақсатымыз балаларымызда, оқушыларымыздың алып отырған білімдерін еледе тереңнен байыту, олардағы пайда болып отырған босылықтарды толтыру мақсатында біз методикалық жұмыстарды алып жәрдемдерді көрсетпекшіміз. Һәм бұнан тысқары басқа да біз осы жыл ұшынан үлкен реже істеп алғанбыз. Режеміз давамында, жыл давамында осы режеде көрсетілген барлық ілажларды әмелге асырмақшымыз. Міне бұл қысқаша берген мағлұматым. Енді сіздермен бүгінгі ұшырасу чүркеместіргенде мақсатымыз сіздердегі біздің бүгінгі білімдендіруде болып отырған осы ұнамды өзгерістер, һәмде енді қосымша айтып кетейін, біз жақында бір платформаны әмелге асырмақшымыз. Һәм бұны қазір істеп жатырмыз. Бұл платформаны басылағанда да мен өзім Қарақалпақстан телевидениесінде интервью бергенде айтып кетіп едім. Бұл жерде де біз саламат бәсеке, яғни білімдендіру мекемелерінің ортасында саламат бәсекені ояту, яғни рейтингі анықталған мектептер. Бұл жерде барлық білімдендіру мекемелерінің барлық көрсеткіштері осы платформада жарияланады. Яғни мектептің басшысына, менің өзімнен бастап білімдендіру тарауында істеп отырған барша қызметкерлердің, бөлім бастықтарының, мектеп басшыларының, бақша басшыларының һәммесінің барлық мағлұматы кіртіліп барылады. Бұнан тысқары оқушыларымыздың білім көрсеткіші, барлық пәндердегі алып отырған көрсеткіштері, таңдаулардағы алып отырған орындар, барша рейтингтер көрсетіліп барылады. Міне бұл жерде сағлам бәсеке дегенде әрбір білімдендіру мекемесі өзінің орнын көріп, жоғарыға ілгерілеу үшін бұл үлкен бір орталық саламат бәсеке пайда болады деген мақсатта біз бұл платформаны жаратып атырмыз. Қазір бұл әмелде жұмысын басылады, істеп атырмыз. Бұлан біздердің бір үлкен жаңалығымыз. Міне осындай жаңалықтарды алып келуде. Бұның ішінде платформада хаттегі біз ашықтықты тәмелеу мақсатында бүгінгі күнде жұмыс істеп атырған барша білімдендіру мекемелерінің басшыларына қойылған бағаларды, яғни істеп атырған қошеметлеген болса қошемет, яғни істемей қате кемшіліктерге жол қойған болса, бұлардың бәршесіне інсани шаралар қолданған болса, соны да тәмелеп беру мақсатында бұл нәрселерді қойдық. Себебі әрбір инсан бұл нәрсенің өзінің көрсеткішін, яғни өзінің жұмыс шеңберінде, өзінің мекемесі шеңберінде істеп жатырған жұмыстарға өз көзімен көріп, басқа жоғарыға кеткен мектеп бақшалардың өзінің орнын теңдестіру мақсатында саламат бәсеке болады деген мәністе бұл нәрсені істегенбіз. Міне осыларға өздеріңіздің пікірлеріңізді білдірсеңіз, һәмде біздерге қандай да сұрауларыңыз болса, біз жауап беруге даярмыз. Ассалаумағалейкум, пресс-конференция қатысушылары. Мен бұл пресс-конференция сіздің министрлігіңіз тарапынан тез өткеріліп тұрып жатқанына қуаныштымын. Себебі білімдендіру Қарақалпақстан Республикасына ең үлкен министрлік тарауы болып есептелінеді. Һәм бұларда жетіскерліктермен бірге машқалалар да көп. Сол себеплі сол тез ұшырасып тұрғанымыздан мен қуаныштымын. Сол себептен бірнеше қатар сұрауларым бар менің. Айтып кетсем, біріншіден ең әмеге белгілі, мен Қожауыз канал админімін, Қанязов Реймен. Әмеге белгілі мен сол білімлендіру турасында белсендімін. Һәм бақшалар бойынша көп жұмсалып барамын өзім. Қазір болып жатқан мониторинг несінде бізде көріп жатырмыз. Бақшаларда көпшілік жерде тағамнамада, әсіресе районларда баға жазылмайды. Не себеп деп сұраса, район бөлімлері арқылы берілген тапсырма баға сонымен арқылы айына бір мәртебе белгіленеді. Сол уақыттан кейін қоясыз деп, соған шекем менюдің бір балаға кететұғын тағамнама бағасы жазылмайды. Негізі талапта жазылу керек. Енді біздермен бірге барып жүрген сол азық ауқаттылық затлармен тексерілетұғын қанеге айтады.
бұрынғы бағамен жаза бересіз. Егер разница беріп қалса, онда арқасына қосымша не кіртіліп, яғни мынандай мысалы наннан я көште мынандай баға болды деп қайта есептау беріледі. Сол қаншалықты дұрыс? Яғни тағамнамаға жазылмау керек пе, я жаңағы айтылғандай бағаны белгілеп жазылу керек пе? Бұл бірінші сұрауым. Екінші сұрауым, қазір тағы сол тәминат бойынша тәминатшылар бұл мендегі мағлұматты бөлімменен бірге шартнама түзеді. Бұл жерде министрліктің қатынасы жоқ шартнамаға, һәм район хәкімлерінің қатынасы жоқ. Бірақ негедір тәминатшылар, енді оны өздерінің еркінде қайқа шағым етсе де, хәкімлерге шағым етіп атырыпты. Менде бар бұл случайлар. Қызық жері бөлімнен артылап өтіп атырыпты, һәм өздерінің талапларын қойып атырыпты. Меніңше талапты тәминатшыға білімлендіру министрлігі, яғни білімлендіру бөлімлері қою керек, шөлкемлері қою керек. Сол шөлкемнің талап еткен, заявкасында талап еткен өнімлерді, товарларды жеткізіп беру керек. Бұл ситуацияға сіздердің пікіріңіз. Үшінші, енді тағы сұрау бола береді менде. Челлендж өткеріп жатыр милли киім бойынша әр 5-ші күні. Бірақ тілекке қарсы әр 5-ші күні министрлер кабинетінің қарар несі білмеймін, бірақ жүзеті бар. Яғни тарау басшылары жәмешілік транспортта жүрсін деген. Бірақ ол әмелге қылынбай атыпты, бірақ челлендж милли киім қолданып атыпты. Бұл жерде айта жағым, жазбасам Қарақалпақстанда 134 миллеттен астам уәкіл бар. Енді біздерде ең басысы Қарақалпақша, өзбекше, түркменше, қазақша, дұрыс айттыңыз, киіп шығады. Бірақ біздерде орыслар да бар, белорустар да бар, еврейлер де бар, мысалға тәжіктер де бар. Яғни біздер көп миллетлі елміз, халықпыз. Сонда ол кіші миллет уәкілдері этибардан қалып атыр ма? Һәм сол челлендждің өткергенінің қаншалықты дұрыс? Себебі өзіңіз кешіресіз, мына педагогтардың өзінің киімі, әдеби құрамлығы бар. Енді біреу мысалға белорус келсе лентасыменен сол күні. Мен бұл жерде миллетке тіл тигізіп атқан жоқпын, бірақ милли киімдер сондай. Түркмен уәкілі келсе ұзын көйлегіменен, басында шөгірмесіменен, иә. Бұл челленж бір мәрте, екі мәрте байрам алды өтсе болады, бірақ күнделікті түрде талап етілген халда, талап етіліп атыпты бөлім басшылықтарынан. Қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Әзірше сұрауым. Рахмет. Бірінші сұрауыңыз бойынша бізде азық-ауқат бөлім басында Сулайман жауап береді. Өзім қосымшалама жауап береді. Бірінші сұрау бойынша Яқын айтсыздар біздер. Кем яқтан қойды? Сұрау қояды. Ассалаумағалейкум, құрметті мәжіліс қатысушылары, конференцияға қош келдіңіз дейміз. Өз сұраулар бойынша жауап бермекшімін. Сулайман Абин, Саламатта орталық бойынша жауапкер. Басшыларда тағамнама бойынша бағаларын жазу мәселесі қаралып шығып жатыр. Ақиқаттан бұл мәселе көтерілді. Бұл жерде тағамнаманың бағасы министрлер кеңесі тарапынан әр айда tasdiqlanады. Әр айда болғанда енді әр айдың 9-ы 10-на шейін tasdiqlanып келмекте. Осы күндерде ашық тұрып тағамнамаға бағасы жазылмай тұрды, себебі тағамнамада өзгеріс болса, сол баға бойынша жазылу үшін. Ақиқаттан бұл өзгерістер жүзде көп болмайды, әр айдағы өзгерістер. Қыс, жаз айларына қарап өзгерістер болуы мүмкін, бір күнде, бір айдан бір айға өзгерістер жүзде көп болмайды. Оның үшін бұрынғы бағаны жазса мақсат кем болады. Тура деп айтса. Бұрынғы бақаны жазып қойса, сіз жаңа айттыңыз, мен қосымша қылайын атырмын. Егер жаңа бақаны біздер соны талап етіп жатырсыздар, біздерде мынандай түсінік бар да, мәселен, бір мысалменен айтамын да, бақаны көрсеткен уақытында, мәселен көшті алайық та, көштің бақасы 70 мыңнан 100 мыңға шекем десе бар ма? Біздерде бір түсінік бар, 100 мың дегенді алып алады да. Ол шекем деген сөз қап қойды міне да, түсініктің өзі сондай да. 70 мыңнан 100 мыңға шекем. Ол 71 мың болуға мүмкін, 76 мың болуға мүмкін, 80 мың болуға мүмкін, 90 мың болуға. Яқ бізде ең кейінгі цифра қайсы соны көріп аламыз содан.
Кейіннен бақаны өзгертпейді, бұлар түсінбейді. Қайта біз айтуымыздан кемші жоқ, сіз өзіңіз бізбенен бірге жәметтік қадағалауда сіз алғанбыз, бірге жүреміз, соғақларда да түсіндіреміз. Қандай мәністе түсіндіреміз, бұларға айтамыз. Бақа өзгеріп кетсе, егер, мінекей айтпадықты, бүгін нешесі болса, мәселен 14 болатын болса, марттың, 14-ні шекен бақа таза бақа кемен, бұрын бақамен қойып тұра берің. Егер бақада өзгеріс келсе, астына жазуға болады. Міне, мына сәнеде бақа келді, жетіп келді. Сол себеплі мына бақада деп өзгеріс кіртілді деп, кіртіп қойса, бұл дұрыс нәрсе, бұл дұрыс болады. Жаңа кіртпей қойған деген надұрыс нәрсе, кіртпей қойған. Бақаны бірақ сол бақаны қойып, өзгеріс кірткен, өзгеріс кіртілді деп кірткен, бұл мақсатке муафық болады, бұл дұрыс болады. Бұл қосымша. Екінші сұрауымыз. Екінші сұрау бойынша әкіметлер араласып жатыпты, әкіметлер ұсыныс беріп жатты, істеулермен деген. Бұл бойынша біздерде жоғары министрдің өзінің тәклифімен істеп шығарушылармен шартнама уақытында жиналыстар айып өтілген еді. Сол бойынша барлық әкіметлер арасына берілген. Сол себепті істеп шығарушыларды әкіметлер біледі, кім істеп шығарушы, кім әкімшілік шығарушы емес деген. Сол үшін әкіметлер араласып отқан болса керек та, бірақ бізде президент қарары менен 39-50 санlı қарары бар, туырдан туыры бөлім басшылары бөлімдер шарттама түзеді. Яғни хакимет араласып одан емес. Ешкім арасына ақысы жоқ. Туырдан туыры түзу hakkında президент қарары бар. Кейінгі сұрау? Міллилік бойынша Рафадин келіп, не болса қосымша менің білмей керемін. Ассалаумалейкум. Конференция қатысушылары. Қайқаттан да Өзбекстан Республикасында көптеген міндеттер жасайды. Тек өзбек, арал, қазақ, түркмен, рус емес, көп міндет атқарады. Таңырберген Фарахаддин, министрліктің білімдендіру мекемелерінде тәрбиелік жұмыстарды мақұлдастыру, мектептен білімдендіру, сектор басшылығы. Қайқаттан да мінекей жаңа айтып өттіңіз. Қанша Ахметке ие, қандай бюджет бар ма деп. Бұл 5-ші күні, миллилік күні деп ұсыныс етілген, ешқандай бюджет жоқ, үкімет қарары, яғни министрліктің бұйрығы жоқ, мәжбүри түрде өткересіз деген тапсырмада жоқ. Тек ұсыныс болған, біздерден емес, әрқилы уәкілдерден, жасы үлкен апаларымыздан, ағаларымыздан ұсыныс болған ең бірінші нәубетте. Мектептерде қазір өткеріліп отырған әжалар мектептің толық өзінде емес, айрым классларында. Бұл да болса, класс басшысы әмемізге белгілі 5-ші күні 1-ші сағат әме мектепте тәрбие сағаты, бұрын тәрбие сағаты деймін, қазіргі уақытта класс сағаты деп айтамыз. Себебі тәрбие өз алдына пән болғаннан кейін класс сағаты деп айтамыз. 1-ші сағат класс сағаты болады. Класс басшыларының бастамасыменен сол класс сағатын басқаша қылып өту үшін міндетті киімде келуін сұралады. Ол бір күн алдын ата-аналарға хабар беріп, ертеңіне сол 1 сағатта класс сағатын сол міндетті киімде өтеді. Сол мектепте міндетті киімде келін деген ешқандай тапсырма жоқ. Бұл министрлік тарауы қызметкерлеріне қарата айтылған сұрауым еді, оқушыларға емес. Һәм себебі бұны тағы не үшін айтып жатырмын? Һәмені көпшілікті ойландырып жүрген сұрау бар еді. Мен сол жүгері күртік байрамында сол сұрауыма точка қойдырып мен сұрап алдым. Яғни Қарақалпақша тақияның көпегі аяғында. Енді анық сұрау біздерде қызметкерлердің тарапында көпшілігі шаңырақ құрған әйел қызлар. Яғни біздерде бас орау бар екен, орамал бар екен. Бұған көпекілі тақия кимейді келіншектер. Тек қызлар киеді екен. Ауа, енді сіздерде қазір суретлер болып жатыр, челлендж лақтырады ортаға да каналдарына. Бөлімін болсын, мектеп болсын, сол киіп тақиясымен киіп, оң жағына болсын, шеп жағына болсын, бірақ олар келіншектер. Бұл бір, мен оқушылар туралы айтып жатқан жоқпын, қызметкерлер. Екіншіден, енді кешірерсіз, сол бір күнге киіп келу үшін сатып алады солар. Бір айлыққа қарап отқан мұғалімдер, мысалға, енді азырақ нелі айтылғанда, ашық айтылғанда, бір айлыққа қарап отқан мұғалімдер, бір көйлектің Қарақалпақша көйлек, Қарақалпақша жеңсіздің өзі неше сом тұратынын әмеміз білеміз.
бір күн үшін оны киюдің қанша елі несі бар, практичность несі бар да. Бұл зат бөлімдеріңізде, мектеплеріңізде болып жатыр. Мен оқушыларды елете жатқан жоқ қой. Бұған қосымша өзім жауап беремін да. Жаңағы айтқандай біздерде жаңағыдай түсінік болады да. Бұл ұсыныс етіледі деген сөзбенен талап етіледі деген екі нәрсе. Талап етіледі деп қандайдыр бір құжет шығарып, бұйрық яки болмаса хат шығарылса, ресми хат шығарылған уақытта бұл талап етіледі деген нәрсе де. Ұсыныс етіледі деген енді қалай түсінеміз? Ұсыныс етіледі. Бар мүмкіншілігіңіз бар болса, өзінің үйінде бар болса, соны деген мәністі білдіреді да. Ұсыныс етіледі. Қалесе деген. Бұл жерде шектеліп қойылған яки қарақалпақша, я қазақша, яки болмаса русша басқаша деген жаттың өзі жоқ. Бұл ұсыныс етіледі деген. Бұның мәнісі көп. Енді Рафаэдин жаңа толық несін бермей кеттім. Миллилік күні деп белгілесе қалай болады деген ұсыныс бар да. Ұсыныс етілді. Сол нәрсе ортаға тасталанды. Бұл хамбе бұл тарауда істеліп жатырған неке Рафаэдин бізде министрлікте үсі бөлімде басқаратын болса, бұл арқалы барлық мектеп районларымыздағы бөлімдерде секторлар бар. Солармен хаммесі жиналған қалды бүтін республика бойлап бәрше осы қызметкерлерге ортаға тасталған ұсыныс 5-ші күні har bir мектепте 1-ші сағат жаңа класс сағаты болып өтеді. Осы класс сағатында миллилікті өзіміздің еледе байтып, бұларға түсінік беріп, оқушыларға миллиліктің өзі не екенлігін түсіндіріп, har bir миллеттің тарихы, har bir халқылар дослығы, ұсылар хақында толық түсінік беру үшін бұларға сондай ұсыныс етілсе, бұлар тек қана соны миллилік киімменен түсініп жатыр да. Миллиліктің ішінде көп нәрсе бар. Білесіз, милли үрп әдетлер бар, киімнен тысқары, азық ауқатлары бар милли. Міне ұлыма миллет хақындағы түсінікке ие болу үшін, балаларға бұларды байтып бару үшін бұл нәрсе ұсыныс етілген. Бұл класс сағатларында барша ұстазлар өздерінің har bir класс басшысы өзінің оқушыларына сол міне har 5-ші күні мәселен бүгін жұма күні деп айтатын болсақ, бүгінгі 1-ші сағат класс сағат болатын болса, бүгін қарақалпақ миллет хақында айтса, ендігі 5-ші күні рус миллет хақында, онан соңғы 5-ші күні өзбек миллет хақында, онан соңғы 5-ші күні қазақ миллет хақында айтып барса, бұлардың миллилігі хақында, бұл жерде тек киім емес көзде тұтылғанда бұл нәрседе. Сол нәрсені біз түсінеміз, көпшілік аял қызлар бұны баслама көтереді. Тек қана сол милли киімді киіп келсек, болды соны орладық па депті. Бұл нәрсенің ішінде көп мәнісі жатырды. Халықлар дослығы деген нәрсені біз балаларға сіңдіруіміз керек, оқушыларға. Сол мәністе бұл ісінентілі нәрсе. Бұл жерде ешқандай көрсетпе, ресми не берілмеген. Бірақ ұсыныс етіліп қойыпты, миллилікті үйрету. Har bir жұма күнгі 1-ші сағат класс сағатында. Сол ұсыныс етілген. Болғаны басқа нәрсе жоқ бұл жерде. Айтқаныңыз толық қуатлаймыз. Әлбетте милли киімді кім қайсы киімді кию керек, қандай етіп кию керек. Сол бойынша да түсінік жұмыстары дейді давам етіреміз. Сіздерде жаңа нені айтып кетті, қосымша бізде әдеп грант қағидасы бар. Бұл жерде көрсетілген мектепке, бақшаға, яғни ресми киімдер бола ма, сол хақында қандай киімде кию. Бұл барлық қызметкерлер таныстырылған бұл менен. Бұл хамме жетіп барған төменге шейін басшылардан сөйлеу істеуші қызметкерлерге шекем жетіп барған. Бұл содан неден шетте қалдырмауымыз керек. Бұл бойынша талапларды қылып жатырмыз. Өзімізбен бірге барған уақытларында талап қыламыз, жәмиетті қадағалау уақытында. Білмендер мекемелеріндегі киіну мәдениеті. Бұған айрықша итибар қаратамыз. Бұл талап бар қойылған. Бұл хамме неге шектелген. Осы? Сұрауларыңыз болған кешірсіз. Енді мен сіздерге байланысты емес, дұрыс, бірақ прокуратура тарауы бойынша айтып өтпекшімін. Мендегі мағлұматлар бар, өздеріңіз білесіз. Бірнеше қызметкерлердің қазір жұмыстан шетілуі шарт, тиіс. Бірақ прокуратура тарапынан сіздерге ондай көрсетпе берілмегенліктен, ол басшылар қазіргі уақытта істеп жатыр келеді. Соттың көмек шықса да 45-ші статьяны қолдану hakkında. Яғни бұл айтып отырмаймын, бұл басшылар елі өзінің басшылық лауазымында іс алып барып, сол затларды, яғни мысалға жинайы жауапкершілікті елі бәлкім әмелге асырылып жатқан шығар, білмейміз оны. Бұл жағдай бойынша не үшін прокуратуралар суаққа дейін сол көрсетпелер 45-ті қолдануды бермей жатыр hakkında.
һәм сіздердің министрліктің іс-әрекетіңіз бұл бойынша. Екінші, һәм мені қызықтап тұрған баяғы Disney Kids деген бақша елеге шекем істеп тұрма, жұмыс алып барып жатыр ма? Бұл бойынша мағлұмат. Үшінші, қазір интернет тармақларда көп тарқап жатырыпты Шымбай районы 37-ші бақша. Яғни бір қызметкер сол іштен алынған видеоларды, фотоларды тарқатып жатырыпты. Бұл қаншайлы дұрыс? Себебі егер де мен білмеймін, ол қызметкер ішкі кісілер я басқа прокуратура ұйымдарына müracaat еткен болса, ол сол жауабын тұру керек тарқатпастан. Қолындағы материалдарды сол ұйымдарға беру керек еді. Бірақ қазір интернет тармақларында жүріпті. Бұған сіздің мünәсәбетіңіз? Бірінші сұрағыңыз бойынша жауап берейін. Бірінші сұрағыңыз айтып жатырсыз, дұрыс, бұл тек қана біздің тарауда емес, бұл барша тараулардың басшыларында болып жатырған жағдайды айттыңыз. Рас, мінекей біздердің тарауымызда білім беру мекемелерінің басшылары осы 45, яғни сол статьяға тартылған, суд шешім қылған. Мінекей, мәселен, бір мысалмен айтуым мүмкін, мен атын айтпай қояйын. Бір мекеменің басшысы 12 декабрь күні суд болып өтіп жатырды. Суд қарар шығарды 12 декабрь менен. Сол статья ол басшыға қойылды. Бірақ маған неге тұр? Мен енді бұны естіп отырман. Енді естесең, өзің тарауының қызметкері болғаннан кейін қандай шешім болған екен судта деп қызығасың. Әлбетте бұл қызығушылықпенен естіп отырған. Бірақ маған осы күнге шейін, елеге шейін бұл қарар жетіп келмейді. Не себеп деп, мен өзіңіздің хабарыңыз бар, һәммеңіз куә болдыңыз. 5 күн давамында хабарыңыз бар, көшпелі қабылдаулар өткерілді. Президентіміздің басылмасымен халық қабылдауханасы шөлкеместірді. Міне сол уақытта Олий судтың орынбасары келіп бізде де қабылдау өткерді. Мен сол уақытта өзім қызықтырған соған менен бардым да. Себебі мен айттым, менде сонда екі мекемемнің басшысы бар. Бүгінгі күнде қазір сол уақыттың өзінде 1,5 ай өтіп кетті, осы судтың болып өткені. Дегенменен менің сол екі қызметкерім бүгінгі күнде жұмысын давам етіп жатыр. Кім кепіл бола алады? Бұл жерде бұл хақиқат, дұрыс айтып жатырсыз. Бұл өзінің судтағы шешімді қабыл етіп алды қолына судтың шешімін. Енді бұл нәрселерге бұл қайтадан жол қоймайды дегенге ешкім кепіл бола алмайды бұған. Сол сұрауды бердім де, қазір күнге шейін мен дағы тағдымнама келмесе, мен оның менен шартнамасын бекар ете алмаймын ғой. Не себептен келе алмай жатыр десе, сұрау мынандай болды. Низамшылықта бар екен инсан құқықтары бірінші орынға қойылады. Инсан құқықтары, міне бұл инсаным, ол жинаятшы болсын, бәлкім не болуы мүмкін, бірақ дегенменен инсанның құқықтары қорғалады. Ол инсан егерде сол соттың шешімінен не қылмаған болса, қанағатланбаған болса, ол апелляцияға беру құқығына ие. Міне сол апелляцияға бергенлігі себеплі сол апелляциядан тоқтатылып тұрыпты. Сізге тағдымнама апелляциядан кейін және екінші жарайын болып өткеннен кейін сізге жұмақ келеді деген маған жауап береді. Демек, инсан құқығы бірінші орында тұрады. Бұл инсаннан апелляцияға берген екен, сол дауыр бізге бере алмайды екен тағдымнаманы. Сол мен болып өткеннен кейін екінші сол апелляция берген суд несі мәжілісі болғаннан кейінгі қарар бізге жеткеріледі екен. Бұл бойынша біздерден жүдә қызықтырады. Әлбетте бұл нәрсе. Екінші сұрауыңыз Disney Kids hakkında еді. Өздеріңіз хабарыңыз бар, мен социал тармақлардан өзім müracaat етіп шықтым. Һәм сол жағдай анықталған күннің өзінде өзім сол бақшаға жетіп бардым. Бұл жағдай бойынша сол ата-аналардың müracaатларын көтеріп, өзім сол Нөкіс қаласы прокуратурасына барып, Нөкіс қаласы прокурорының өзіне сол ата-аналарды көрсетіп, мінекей мыналардың несін тыңдауды, müracaатын һәм бұл өткен жағдай бойынша өзім түсінік бердім. Һәм бұл бойынша Нөкіс қаласы прокуратурасы өзінің жұмысын басылады. Бүгінгі күнде тергеу жұмыстары елеге шейін давам етіп жатыр. Бұның шешімі шыққаннан кейін әлбетте біз және социал тармақтан жариялаймыз бұны. Бұл бақша жабылды, өз несін тоқтатты. Сол күннің өзінде тоқтатылды. Кейінгі және сұрауыңыз. 37-ші бақша. Шынбай районында 32-ші санды бақша бойынша әлбетте дұрыс. Сол күннің өзінде мен хабардар болдым. Инстаграмда сол сөйле қызметкердің тарқатқан. Енді бұл жүдә орынсыз нәрсе болды. Себебі бұл жағдай тергеуге алынған уақыт еді. Бұл қызметкер müracaat етіп, сол районлық прокуратураға müracaat еткеннен кейін районлық прокуратура жұмысын басылады, сұрастыру жұмыстарын басылаған уақытта бұл сол уақыттың өзінде жариялап жіберді. Бұл надұрыс.
жарияламау керек еді. Себебі бұл жерде прокуратура өзінің жұмысын бастады. Ең кейінде бұл жұмысты үйреніп болғаннан кейін хаттегі сотқа ұсынылған хақында да жарияланбайды. Өзіңіз хабарыңыз бар, сот шешім шешпегенше. Бұл нәрселерді шығарудың орынсыз екені енді сол күннің өзінде жеткерілді. Прокуратура қызметкерлеріне өздері жұмысларын алып барып жатырыпты. Прокуратура органы өзі бұл бақшаның ақырына шекем жеткеріп, кейін соңғы мағлұмат болса, біз оны әдетте ресми түрде жариялаймыз. Және сауалдар. Ақманов газетасының редакторынан Абдумалик Қожызақован. Мен рахмет, байрамдарымен құттықтап болсын. Сіздердің байрамыңыз құтты болсын, ниеттер қабыл болсын. Рамазан айындағы мен рахмет, өзіңіз қатынасып басып, ітібарыңыздың есі шешісіге кіріңіз құтты болсын. Мен табыстарым 11 енді көрдік, бұл платформа жаратып жатырмыз деп жатырмыз. Енді платформа хақында жаңа айтатын болсақ, ол платформаның жақсы екен де идеясы біраз істеп кетуіне сенімім жоқ. Мен өзім тәжірибемде білесем, сіз жүдә айттыңыз, жаңағы интизами шара қолданылса да қойылады, қошеметлеу болса да қойылады. Егер хақиқатында істесе, бұл жүдә бір жақсы платформа болады да, себебі біз білеміз қаралбашылықта біріншіден біз интизами алсақ, біріншіден барамызда айбайғамдан өшірек деп не қыламыз. Егер соларды қойсақ, не қылсақ, бұл жүдә бір жақсы платформаңыз болады деп ойлаймын. Рахмет, бұл істеп жатқан жұмыстарыңызға. Енді кішкентай сұрауларыңыз бар, енді бір үлкен бір сұрауымыз бар. Енді бір сіздердің сұрауыңызда, сіздер өздеріңіз 22-ші мектепке барып көрдіңіз бе? Нүкіс қаласында өзіңіз. Мен барып көрдім, ешқандай ол жерде мына санитариялық нелеріне жауап бермейді да. 22-ші мектеп Нүкіс қаласында канализациясы жоқ, водопроводы жоқ мектептері бар да. Қолменен тартып, жайысқанасынан бұрып соны неге алып, мектептерінде мына қаланы тазалап, хауа алмастыратынам нелері жоқ. Бұл мен Нүкіс қаласында сенгім келмейді. Нүкіс қаласында ненің шетінде емес, ол еш қалай көрдім. Екінші, Нүкіс районындағы жаңағы бала туралы қандай не айтасыз? Қозға түсіп кетті, қозға күйіп қалған. Ауа. Нүкіс қаласында көмірменен, Нүкіс районында, Нүкіс қаласында, Нүкіс районында көмірменен қыздырылады, сөйтіп күлін төгіп қояды, күлге барып бала түсіп кетеді, күйіп қалады. Детсадта ма? Иә, мектепте. Енді аяқшымын айтып кетті, онда өздеріңіз, онда сіз ол туралы қалай бірінші мектепте болады ғой, күл төгіледі, күлгі мектептің сол не ол? Бірінші мектеп қыз дейді. Бірінші мектеп ол неде ол? Район орайында. Не? Енді бір тағы сұрауда, біздер педагогтармен көп істесеміз, не аламыз? Кімді көрсең грант жазу керек, сұрауым бар да, сол 24-ші жылда бір ұтып алған не бар ма? Біздер бір қызық көріп, біздер не ұттыген, біздерін көрейік, біздерін танызайық ұтты. Сол сұрау бар, кейін тағы басқа бір системный сұрау бар да, осы бойынша, грант бойынша. Өзім жауап беремін, екі сұрауыңызға да. Рахмет, сізден танимыз, көп жылдардан біз сізбен қатарым оқыдық бірге. Міне, дұрыс айттыңыз, бірінші мәселеңіз Нүкіс қаласының 22-ші сынып мектепке бірнеше мәртебе барғанмен өзім Нүкіс қаласында істедім, хабарыңыз бар. Көп жыл Нүкіс қаласында істедім, мектеп директоры болып. Хабарым бар, бұл ескі мектеплердің біреуі. Енді алжаспасам, бұл мектеп 70-ші жылы құрылған. Мектепке қосып салынған. Мен білімше, алжаспасам егер, бұл мектебім мінекей өзі ізбезілікте дәстүрлер істеп шығылады, har жылы. Сол дәстүрге келесі жылға ұсыныс қылып қойыппыз. Нүкіс қаласының мектеплерін, себебі біздер ұсынысты мынандай қылып береміз. Har бір мектептің республикада 726 мектеп болса, бізде міне құрылыс бөлімі отырыпты. Біз хамбесінің салынған, ісленген жылдарын келтіріп аламыз. Ең ескіріп жатырған мектеплерді дәстүрге ысырып барамыз. Дәстүрге кіртудің іләшін қыламыз. Себебі мынау тозу жетіп келе жатырған, ең ескіріп жатырған мектеплерді кіргізіп аламыз бірінші кезекте дәстүрге. Сол себеплі мінекей бұл мектептен дәстүрге кіртеміз келешекте. Дұрыс айтып жатырсыз, өзі санпед нормалар бар, балалардың қол жууы,
басқасы оның бәрі келтірілген нормалардың ішінде бұлардың әммесіне әмел етуіміз зәрур. Бірақ дегенменен бірден болмайды, әмме мектеп бірден. Өткен жылы хабарыңыз болды, біздер үшін білімдендіру үшін үлкен құрылысылар жылы болды. Яғни 43 объектімізде бұл мәлімет дәстүр деканында ірі оңлау жұмыстары жаңа қосымша мұратлар қосылған болса, жоғарғы кеңесіміз, Қазақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің президент қарарына текар біздің 8 мекемемізде үлкен оңлау жұмыстары әмелге асырылды бір жылдың ішінде. Міне осындай етіп, биылғы жылыда 30-дан зият мекемеміз кіріп тұрған болса, осындай етіп жылда әр жылы сол нелерді дәстүрге кіртіп істеп барамыз. Бұлардың әммесі шетте қап қоймайды, себебі өзіміздің немізге кіртілген режелерімізге. Бұдан қалай берсе президентіміздің өзінің басламасы менен мінекей 30-шы жылға шейінгі стратегиясы шығылған. Бұл стратегияда барша ұлыма білім беру мектептері, мектепке шейінгі шөлкемдердің баршасы заманауи түске ену бірінші мақсатқа қойылған. Сол себептен мінекей әр жылы дәстүр істеліп, сол дәстүр деканында бұлар әмелге асырылады. Екінші сұрағыңызға енді ол күйіп қалған бала хақында бізге хабар берілмеді, соның үшін білмей тұрмыз. Қазір анықтап, оны сізге өзіңізге береміз жауабын. Кейінгі мәселеміз грант мәселесі бойынша тоқтадыңыз. Грант мәселесі бойынша ұтып алған мекемелер бар ма дегеніңізді сұрағыңызға мен 24 жылы өзім жауап берейін да. Осы грант мәселесінде Қазақстан Республикасында бірінші мектеп директорларынан болған өзіммен 18-ші жылы 18-ші жылы бұл мектептің материалдық техникалық базасын жақсылауға алған грантым бұл. Мен алдыңғы гранттан бастаймын. 2013 жылы біз саламаттылық дәстүрі деген болды. Бұл денсаулықты сақлау министрлігімен біргеліктегі бір жой бар еді. Осы жой барда біз отырып айта беріңіз ба? Құбылай Корея мемлекетіменен біргелікте 6 жыл давамында Солдоус қаласында 2-ші санды мектептің оқушылары 6 жыл давамында Құбылай Кореялық тіс шпакерлеріменен келіп біргелікте жылына 2 мәрте балаларымызды көріктен өткеріп, һәм тістерін емлеп алу керегін алып кететін еді жылына 2 мәрте. Бұл проект бұлам грант есабында һәм әрбір оқушы зубной пастамен һәм щеткамен тәмеленетін. Бұл 3-ші сабақтан кейін, яғни 10 минутлық тәнепістің уақытында балаларымыз тісін жуатын еді, һәм фтор беріп қоятын еді. Сол мектептің медсестрасы сол қанша суға, қанша фтор қосаты оның бәрін үйретілген, келіп соны таярлап тұрады, балалар тісін шайып, бұл фтормен шайатын еді. Бұл үлкен біздердің немізде эффект берген нәрсе, балаларымыздың бәрінің тістері сондай жақсаланып 6 жыл давамында істелген грант. Кейінгі грантымыз 2018 жылы ұтып алған грантымыз барып көрсеңіз болады. Нүкіс қаласында 2-ші санды мектептің ішіндегі барша инвентар сол гранттан, яғни 257 миллион ұтып алған едік. Мектептегі парталар, киім, кітап шкафлары, әммесі сол гранттың есабында алынған. Бұндан кейін сол мектеп 2024 бұл 23 жылы мен өзім бұл лауазымға тағайындалмастан бұрын ГИС шөлкеммен бірге басталған жой барымды әмелге асырып, өткен жылы осы ГИС шөлкеменен 24 жыл сол 2-ші санды мектеп. Қазір білесіз, президентіміздің қарарына текар бір кәсіпке үйрету мектепте оқушыларын, екінші шет тілін үйрету болатын болса, сол мектепте тігу машиналар, яғни қызларға тігушілікті үйрету мәселесінде 12 тігу машинасы сол грант жой барында гранттан ұтып алынған. Қазіргі күнде сол мектептің қызлары, оқушылар пайдаланып, мектептен тыс уақытында қосымша дарамат табуға ерісіп жатыр. Бұнан тысқары республикамыз бойлап 43 мектепте бұндай грант ұтып алу 2024 жылы 8 бақша 43 мектепте грант ұтып алынып, сондай мектеп бақшаларымыздың материалдық техникалық базалары жақсыланды. Айрымлары компьютер ұтып алды мектепке грантлардан, айрымлары мебель ұтып алды. Бақшаларымызға балалар үшін жату несіне болған мебельге жатады. Кроватларын ұтып алды. 8 бақшамыз һәм 43 мектеп өткен жыл, бір жылдағы. Қазіргі күнде осы жыл басыланды. Қазір міне 2 ай давамында осы жерде Айнұра бар ма? Бізде грант бойынша шөлкем бөлім бар. Қазіргі осы 40-тан зият 2 айдың ішінде грант ұтып алған мектеп бақшаларымыз бар. Мұхаммесі материалдық техникалық базасын жақсылауға. Yaxşı, şu boyunca bir spesifik verseniz, көріп біздер танысар, соларды не қылайық, не істеп алып, мысалы сіз 43 мектеп ұтып алу деген үлкен нәрсе ол
айттым ғой жаңа мектептің мысалында да бойынша пресс-тур өткерсеңіз соны бір апарып көрсетсек, бұл ұсынысты қабыл еттім. Апарамыз, көрсетеміз. Республика бойлап барлық сол грант ұтқан мекемелерге сізге һәмме пресс-тур қыламыз да, барше сол сіздерменен ғалама қабақ бұраулармен пресс-тур қылайық та, сөйтіп көрсетсек болады. Жақын районға барамыз. Көрсетеміз, бұл ұсынысыңыз қабыл еттік, апарамыз, жүргіземіз пресс-тур. Кәсіплесімнің сұрауларына бір түрткі болып, пресс-релизден қарап шығып жатыр едім. Сіздерде мектеп бойынша құрылыс, бақша бойынша құрылыс, реконструкция лажлары деп белгіленген екен. 23 жылы 24-25-ке деп белгіленген мағлұмат бар бұл жерде. Осы мағлұматқа текар, мысалыға жаңа құрылыс қуаттылығы 900 орындық 3 мектеп, hamda бақшалар деп көрсетілген. Енді менің сұрауым сонан ibarat, сіздерде реконструкция, құрылыс, жаңадан тәмірлеу жұмыстары болатұғын болса, әр жылы бюджетте белгіленеді. Яғни республиканский бюджетте, жергілікті бюджетте. Осыларға білімлендіру тарауына лимит бар ма бюджетте белгілеу? Яғни, значит, білімлендіру тарауына берген ұсыныстарға текар ол бюджетті тастиқлайды. Енді қазіргі күнде һәммеге белгілі опен бюджет деген болып атып, қырғын баса-бас дауыс жинау. Енді тілекке қарсы сіздерде сондай жағдайларында болып атырыпты, Нүкіс қаласындағы айырым шөлкемлеріңіз, мектеплеріңіз басқа районлардан дауыс жинап жүр. Яғни өзінің қызметкерлерін жіберіп жүрді. Бұл бар, әмелде ұшасып тұрыпты. Егерде сіз өздеріңізден сұрауымда ұсыныс берілетұғын болса, осы құрылысқа опен бюджетке кіргізбестен, мемлекеттік қаржыдан алынатын қылып, әр жылы алдын, соған заявка берсеңіз, ұсыныс берсеңіз болмай ма? Бұл бір себебі менің өзімнің жеке пікірім, опен бюджетте тек инфраструктуралар, социалық, яғни махаллелердегі инфраструктураларды өзгеріс кірту бойынша опен бюджет болса жақсы болар еді, себебі сіздер бюджеттен тәмеленіп тұрсызлар. Бірақ ішкі жоллар, махаллелердегі балалар майданшасы, басқа затлар құрылса сіздердің есабыңыздан, қазір мектепке, бақшаға, опен бюджетке қою қаншайлы дұрыс деп ойлайсызлар? Нүкіс районында қойдырман соны. Себебі опен бюджеттен тәмеленіп тұрған тараусызлар да, тағы сырттан тағы ақша ала жақсылар. Дұрыс, орын сұрау болды. Енді өзіңіз қалаңыз ба, біздер берілмейді, білесіз. Біздер турдан-туры заказчик болмаймыз, себебі құрылыс министрлігі жанында біздерге инженер компания дейміз, енді УКС былайша түсінікті һәммеге тілде, сол біздердікі сол неде жайласқан құрылыс министрлігінің ішінде, бұл сол жерде біздердің олар заказчигіміз болады, бұл жерде біздің ұсыныстарымыздан келіп шығып, олар ұсыныс сол ажыратылатығын қандайдыр сумманы көрсетіледі, сол сумманы сол бізде берген ұсыныстарымыздағы мектеп бақшаларды үйреніп шығып, соған жететін дәрежедегісін бір жылға деп мөлшерлеп алып, бұны қояды дәстүрге, кіргізіп қояды. Міне осы арқалы, осы ажыратылған қаржылар есабында анық қаржы көрсетіледі, бұл жерде қайсы мекемеге қандай жұмыс істелінеді, бұған қанша қаржы ажыратылатыны көрсетіліп қойылады. Міне осы қаржылар менен жұмыс барысы кете береді өзінің известілігінде, оның экспертизасы бар, кейінгі несі бар, һәммесі осы көрсетілген қаржы текарында кете береді. Енді опен бюджетке келетін болсақ, әрдайым бұрын дұрыс айттыңыз, өткен жылдары, сол өткен жылға шекем һәмме уақытта сондай болып келді. Әрбір мектеп, бұл бүтін Өзбекстан бойынша мектептің оқушыларының нелері тарқап кетті, әттек социал тармақтарда бала дауыс жинап жүргендігі опен бюджетке, бұл сыр емес ешкімге. Міне осы нәрселерді азайту мақсатында бұл нәрсе сіздің айтқан жаңа ұсынысыңыздан инабатқа алынды республикамызда. Міне бүгін осы нені қарайтын болса, осы маусымдегі ашық бюджетке қатынасып отырған мекемелерге қарасаңыз, мектеп пен бақша аз, себебі районларға сондай көрсетпе берілді. Біз келісіп алдық хакімдерменен, өзім ұшырасқан уақытында хакімдерге де айттым. Бір сезонында мектеп бақша қатынасса, бір сезонда махалле қатынасса, бір мақсатке мауқық болар еді. Себебі һәмме бірігіп махаллемен біргелікте мектеп пен бақшаға дауыс беруге жәрдем етсе, кейінгі
көздегі болатұғын Мағсүмдегі неде махаллені қойса мектеп бақша хаммесі соған даусын берсе бір мақсатке мауафық болар еді деген ұсыныспен шығып едім. Бұл ұсынысымды мысалы қабыл еткен райондар болды, істеліп жатырды. Сондай қылып міне бұл нәрсе Мойнақ районында бұрыннан келатырды. 1-2 жылдан бері осы нәрсе келатырды. Қазіргі күнде Мойнақ районындағы мектеп бақшаларға барып көрсеңіз, опен бюджетте тек бір сезонда мектептер қатынасады, бір сезонда махалля қатынасып келеді. Ауызбіршілікті түрде біргелікте ісленетіп, дауыс жинап беріліп, қазір мектеп 17 мектеп 18 бақша болатын болса Мойнақ районында. Хаммесі сондай ауызбіршілікте ісленген. Бүгінгі күнде Мойнақтағы 18 бақшамыздың хаммесінде дерлік хамме нәрсе алынып болынған. Барлық балалардың білім алу үшін, сөзде тәрбиелану үшін барлық шариғаттар жаратылған. Бұның хаммесі ашық бюджет, яғни болмаса жаңағыдай грант ұтып алу нелері менен толықтырған мемлекеттік неден дәстүр тикарында ремонт жұмыстары, басқа қосымша имараттар құрылған болса, бұның ішіндегі материалдық техникалық базаны жақсылау үшін осы жұмыстар әмелге асырылған. Дұрыс, осы нәрсені жаңағыдай қылып жолға қойсақ, бір мақсатқа муафық болар еді. Біргелікте келісімді түрде бұл елде давам етеді. Қазір мінекей басыланды Мағсүмде тек қана қазір Дөкс қаласында көптеген мектеппен бақша кірген екен, мен оны үйреніп шықтым. Бұларға да тапсырмасы берілген. Ешбір оқушыны яки бір істеуші қызметкерді мәжбүри минетке тарту қадаған етілетұғын хақында біз ескерту береміз. Барша білімдендіру мекемелеріне. Рахмет, бірақ мен ана сұрауымдағы айтып лимит бюджет тасdiqlanады ғой, республикалық бюджет. Мысалға, бір жылға алдығы тасdiqlanады. Сол жерде лимит белгіленбеген болса, құрылысқа, жаңағы ремонт жұмыстарына алып баруға белгіленбеген болса, сіздің білімлендіру тарауыңыз өзіңізден іштен келіп шыққан халда біздерге мысалға 100 миллиардтық ремонт керек, 50 миллиардтық ремонт керек деп талап ұсыныс қоя аласыздар ма деп сұрап отыр. Ұсыныс біздер тек ескерген нелеріміздің ремонт талап, мынаған қосымша бина керек, мынаған мектепті қайтадан құру керек деген ұсынысты бере аламыз біздер. Санитария адаптациясына өтуді қаржыландыру бейпыл екенлігін тасдиqlап, бірақ сол пуллар қаяқта, бір жыл давамында неге өзінің қалтасынан өткеріп жүріпті? Яқшы мен түсінемен, мысалға мұғалім, айлығы көп, тағы бір зат дерсіз, бірақ техник қызметкерлер де өтеретін бар. Бір 700 мың, 900 мың айлыққа. Ол 0,5 штатта істесе, олма 401 зат мың айлықта, бірақ әр 6 айдан өтіп жүріпті. Ол 96 мың сом. Енді кімге қандай, бірақ олардың қалтасына ол тәсірін көрсетеді деп ойлаймын. Яғни сол ақшаны биыл өткеріп берді, мендегі мағлұмат бойынша, финанс министрлігі. Яғни биыл бейпыл басыланды білімлендіру тарауында. Бірақ былтырғы ақша қаяқта деген сұрау туылады менде. Себебі бюджет тарапынан ол ажыратылған. Қалтасынан адамлар төлеп болды. Бірақ ол ажыратылған ақша егер экономлаған болса, қай жаққа кетті? Экономланбаған болса, ол сол қалтасынан өткерілген, ол сіздің қызметкерлеріңіз, жаңағы басшыларыңыз, прокуратура, инсанилық тарапынан оларда 45-ті қолданбай жұмыста істеп жатқан болса, тарау қызметкерлеріңіз, яғни мұғалімдер, техник қызметкерлер, оларда инсан, оларға да инсанилық құқықтары қолданып, сол ақшалары қайтарып берілсе екен. Себебі бұл аз ақша емес, республиканың көлемінде қарасақ, где-то миллиардтардан асып кетеді. Ямаса яки, сол адамлар рұқсат берсе, разы болса, осы сіздердің жетіспей жатқан білімлендіру тарауыңызға не пор деп атырыпты, туалет кешіресіз қажетқанда қағазлары жоқ, салфеткалар жоқ бақшаларыңызда, соған қолдансаңыз, себебі бұл 5 миллиардқа шамалас ақша. Дұрыс, сұрауыңыз қабыл Екінші кешіресіз ұсынысымды бірат айтып кетейін. Екінші осы тағы медициналық дәптерше бойынша әсіресе жекеменшік бақшалар, жекеменшік енді мектеплер қаншалы бар екен білмеймін. Сіздер шарттама тикарында бір істейсіз, гоқнама бересіз, пұлласыз, сіздерде құжет бар екі араңызда. Солардан бір ұсыныс талап қылып қойсаңыз, ұсыныс талап бұл. Бұлар невропатологтан емес, психиатр көрігінен өтсе. Психологик тестілер тапсырса, кешегідей жағдай болмас еді деп ойлаймын. Невропатологтан өтеді. Невропатологтан өтеді. Психиатрдан өтпейді. Психиатрдан өтпейді. Мысалға, біледі, іш кісілерде психологик тест бар.
яғни о тесттен өтпесе сен қанша елі денсаулығың жақсы, білімің зор бола берсін, психолог тесттен өтпедің бе қабылданбайды. Рахмет, сауалыңызды. Бірінші сауалыңыз бойынша дұрыс ұсынысыңызды қабыл еттім. Бұл сұрағыңызды Минфинге шығарамыз. Минфиннен жауабын алып болсақ, сізге емес, менің несіне өзіміз неде ресми неде жариялаймыз бұны. Жауап алғаныңыздан кейін. Екінші ұсынысыңызды қабыл еттік. Міне келесі оқу жылдан бастап жылына бір мәрте өтеді. Өз мұғалімдер білесіз, оқу жылының алдында біз бұны ұсыныс етеміз. Дұрыс айттыңыз. Растан жаңағыдай педагогтардың арасында расыменен жаңағы нәрселердің ұшырасқаны тым қолайсыз жағдай болды. Расымен. Енді бұл педагог, бала тәрбиялаушысы, баланы тәрбиялап жатыр, сондай қопал жұмыште жаңағыдай әрекетлерді қылғаны бұл енді психологиялық жақтан оның несін тексеру керек шығар деп ойлаймын да. Расымен ұсынысыңызды қабыл еттік. Кіртеміз. Биылдан бастап не болды ғой жаңағы қамсыздандыруға өткеннен кейін алмайтын